Маңғыстаулық екі жігіт қайық құрастырды. Дүйсен Сәулебаев пен Амангелді Исаевтың өз қолымен жасаған жаңа су көлігі 10 адамға арналған. Қолдан құрастырған қайықпен қарт Каспийде жүйткей жүзіп, саяхат жасауға да болады. Бұл жаңалық әсіресе туристердің қызығушылығын арттырып отыр. Барлық сынақтан өткен моторлық қайық қазір көк айдынға шыққан. Ерекше жобаның авторы Дүйсен Сәулебаев бұрыннан қайық құрастыруды армандаған. Ақыры өз ойын досы Амангелді Исаев қайтады. Екі дос ақылдаса келе қажетті материалдарды сатып алып, керекті сызбаларды ғаламтордан жинап, қайықты құрастыруға кірісіп кетеді. Бұл қашықтыққа жүре береді негізі. Бізге рұқсат етілген жері мынарада Темір бабаның айналасы, Кеңгірлінің айналасы, сосын мынарда Татьянка дейді, сол айналаны рұқсат қағазын берген жері. Шығып бара жатып, біз уже мынадай неге шығатын уақытта мынарада спасательдер бар. Соларға біз хабарлаймыз. 10 метрлік қайықтың ішінде туристердің демалысы үшін барлық жағдай қарастырылған. Теледидар, мұздатқыш, газ плитаға дейін бар. Ең бірінші сезім енді қорқыныш болды ғой. Қорқынышсыз зат болмайды. Бірінші зат жасағанда да өзің үрейленіп тұрасыз ғой. Сол үрей болды. Бұл жүзетін зат па, жүзбейтін зат па дегендей. Әйтеуір жақсы болып кетті содан. Су көлігіне жеңіл автокөліктің қозғалтқышымен рөлі қойылған алғашқы тәжірибесін ел алдына шығарған өнерлі жігіттер болашақта тағы бір кеме жасаймыз деп жоспарлап отыр. Әсел Тұмашқызы, Тамара Степанова, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы 24 KZ.